Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осылай шашылып, дана болып пісетін палауды бірге жасайтын боламыз. Бізге қажет заттар: сәбізді осылай ұзыншалап турап дайындап алдым, және қажетінше ет, және де пияз саламыз. Майымызды қыздырып, етімізден бастап тура бастаймыз. Етімізді қызартып алғаннан соң, пиязымызды салып, оны да қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз осылай қып-қызыл болғаннан кезде сәбізімізді салып, тұзымызды сеуіп, осыны жақсылап қуырып аламыз. Осы кезде дәмдеуіштер салсаңыз да болады. Палауымызға сары сәбізден турап қоссаңыздар да көрінісі және дәмі де өте керемет болып шығатын болады. Енді барлығын жақсылап қуырып болғаннан кейін ыстық суымызда етімізді жаққанша құйып аламыз. Және де мен де осылай ноқат салдым. Оны 3-4 сағат алдым, жуып жақсылап су құйып жібітіп қойсаңыздар дайын болып тұрады. Енді қажет күріштеріңізді алып, жуып жібітіп аламыз. Неге тамағымыз қайнап жатқан кезде тұзын барлығын көріп, күрішімізді салып, біраз уақытқа демдеп қоямыз. Демдеп осылай қоямыз. Тамағымыз дайын, керемет етіп, салат жасап тамаққа ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма достар тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.